негізі өте көп білім аламыз ғой. Батыс психологиясы, бизнесмендер, көбісі айтатыны бір бизнесқа ғана фокус қою керек дейді да, бір адам. Өйткені адамның қолынан келмейді дейді да, бір адам көп бизнес жасау. Именно осы жерде сол бір идеологияны мен бұзғым келеді. Өйткені бұл жерде біз жаңа бір-ақ күннің ішінде 10 ғана бизнесті көрдік та, оның ішінде жаңағындай көкөністері бар, мал шаруашылығы бар, мына жақта жасалынып жатқан көптеген бизнес бар. И ойлаңыздаршы, бір сәтте, бір күнде одан да көп бизнесті бір адам жүргізіп жатыр да. И оказывается, возможно, егер де ниетің Аллах разылығы болса. Шынымен де жаңа ата айтады да, егер де Аллах берген затты дейді, сенен ешкім тартып алмайды дейді да. Ал Аллах бермеген затты саған ешкім бере алмайды дейді да. Сондықтан да шынымен де тәуекел етіп, бір адам қолынан негізі бәрі келеді. Егер де Аллах разылығы үшін істесе, бай болыңыздар, бай боласыздар да, қуатты боласыздар да, егер де ниетті өзгертсе қой, бір сөзбен айтқанда, мүмкін емес ештеңе жоқ. Сарыағашқа келіп, шынымен де осы жерде соған өзіңіздің көзіңіз жетеді, көрсеңіздер.